Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 3-ші сыныпқа арналады. Мен сабағым көруден алды. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Мен каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз 94-ші сабақ, 42-ші жаттығу. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа, сонан соң мәтінді тыңда. Бейбарыс Сұлтан. Баяғы заманда Бейбарыс деген кішкентай бала болыпты. Жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны ат артына мінгізіп алып кетеді. Оны құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп, ол бүкіл өмірін Араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болып өседі. Өзінің мықтылығының арқасында бір күндері патша болады. Бейбарыс сұлтан атанады. Бір күні қартайған шағында ел кезіп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс болып, есінде қалған туған жері елестейді. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп, мауқын басады. Жыл 12 ай кітабынан. Бұл жерде бізді Бейбарыс Сұлтан туралы жазылған екен мәтініміз. Сұрақтарымызда бұл жерде сұрақ берілген екен. Бейбарысты кімдер алып кетті? Бейбарысты жаугершілік адамдары атқа мінгізіп алып кетті. Ол өз өмірін қалай елде өткізді? Ол өз өмірін басқа елде өткізді, Араб елінде өткізді. Бейбарыс қандай бала болды? Бейбарыс бұл өте ақылды, ерекше бала болып өсті. Ол мықтылығының арқасында патша болады. Қалай ойлайсың, ол қандай қасиеттеріне байланысты патша болды дейді? Ол мықтылығының арқасында, ақылдылығының арқасында патша болады. Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бір күні Бейбарыс кетіп баратып, жусанды көріп, жусанның иісін иіскеп, бала кездегі еміс-еміс есіндегі түскен жусанның иісін есіне түсірген кезде Бейбарыста ерекше сезім пайда болады. Оны Бейбарыс жусан бойтұмарының ішіне неліктен салып қойды? Ол әрдайым жусанды иіскеп, мауқын басып, елін сағынған сайын жусанды иіскеп, мауқын басу үшін жусанды бойтұмарының ішіне салып қояды екен. Дәл осылай жазбастыр балалар. Келесі жаттығуымыз 43-ші жаттығу. Ретін сақтап оқысаң, мақал шығады. Сол мақалды жаз. Мысалы, А әрпі берілген ортада, соны стрелка бойынша кетеміз. Адам елінде қоға көлінде көгерер дейді. Яғни бұндай мақал адам елінде қоға көлінде көгерер дейді. Бұл жерде мақалдың мағынасы адам өз елінде патша, сұлтан болады. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деп бекер айтпаған. Сондықтан бұл мақалдың мағынасы жаңағыдай Бейбарыс Сұлтанның тағдырына ұқсастырып, осындай мақал жазылған екен. Келесі жаттығуымыз өлеңнің қатесін түзеп жаз дейді. Бұл жерде өлең берілген қате жазылған, сондықтан біз қатесін түзейміз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме. Сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Бұл жерде қате бірінші сөйлемде іштарлыққа білдірме деген сөз түсініксіздеу болған. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме деген сөздер ауысып кеткен. Осы орнына ауыстырып, дұрыстап, қатесін түзеп жазамыз балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақтар жіберіп алмау үшін қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.